Poco GM7 геймпады. Нағыз PUBG ойнайтын адамдарға арналған құрал. Оны тіпті сыртында сықайтып, әдемілетіп көрсетіп қойған. Bir қарасаң, бәрі түсінікті көрінеді. Бірақ біз бүгін бұл геймпадқа қазақша шолу, яғни обзор жасайтын боламыз. Және де бұл геймпадпен тек PUBG ғана емес, тағы да танымал ойын Call of Duty ойынында ойнап көреміз. Бастамас алды, осындай қазақша обзорларды көбірек көргіңіз келсе, каналға жазылып кетуіңізді сұраймын. Ендеше кеттік. Қорабы енді менімен тек қана PUBG ойнайсың деп тұр. Жалпы мен жерде ойынның аты тұр, ойынның суреті тұр. Жалпы қорабына айтатын болсақ, негізі бір арзан нәрселерге ұқсамайды. Poco GM7 моделі. Бұған дейін біздер GM8 моделіне де обзор жасаған болатынбыз. Жоғарыдағы сілтеме бойынша кіріп қарай аласыңыздар, егер де қызық болса. Так, енді қорапты ашып көрейік. Бұл қораптың ішінде негізі геймпадтан басқа ештеңе жоқ. Геймпадтың өзі дизайны тоже жаман емес. Мен жерде көріп тұрғандай тартылады пружинамен. Ортада компанияның аты. Артын қарайтын болсақ, артында бұл ручкілер ма, қалай рычагтар, джойстик дейікші, қазағындай жасалған джойстиктер бар. Оның әрқайсысы мен жерде тұрған әрбір батырмаға жауап береді. Мына астыңғы екеуі дейтін, ортаңғы екеуіне, жоғарыдағы екеуі, екі шеттегі екеуіне жауап береді. Жалпы корпус пластмассадан жасалған. Пластмассасы өте жоғары емес болса да, жақсы сапада жасалған. Енді бұған телефонды қойып көрейік. Бұлай және бұлай. Көріп тұрғандай геймпад телефонды өте нық ұстайды, шамалыға түсірмейді, өте мықты ұстайды. Түсіп кетеді деп мойындамасаңыздар болады. Енді біз мына жерде PUBG ойынына кіріп, бұл батырмаларға қатысты настройкамызды жасаймыз. Бұл геймпадты әрине әрбір ойында өзіңізге ыңғайлы қылып бекіте аласыз. PUBG ойынында көріп тұрғаныңыздай настройкаға кіріп, өзімізге керек әрекеттерді 4 батырманың экранда басылатын жеріне жылжытып қоюыңыз қажет. Қазір тез көрсетейін. Бізге ататын батырма, секіретін, отыратын және көздейтін батырмалар қажет. Сіз әрине өзіңіз қалғаныңызды қоя аласыз. Так, бізде бәрі дайын. Енді бір матч ойнап тексеріп жіберейік. Негізі бұл геймпад ойын кезінде қосымша 4 саусақпен ойнайтын мүмкіндік бергендіктен, сіз әрине біраз нәрсені белсендірек шапшаң істейсіз. Оның үстіне қолға ұстағанда ыңғайлы. Саусақтар қанша ойнасаңыз да шаршамайды. Қолданысқа үйреніп кету кәдімгідей жеңіл. Маған мысалға бұл геймпадты мойындауға сондағы 3 минут жеткілікті болды. Шынымен бұл геймпадпен біршама жақсы ойнап бастайсыз ба, бірдеңе кәдімгідей сезіледі. Шайқас отырыстардан аман сау шыққан кезде өзіңізді кәдімгідей бір профессионал ойыншы сезінесіңіз. Кезекті ойын бізде Call of Duty. Бұл ойында да әрине ең алдымен настройкаға кіреміз. Бәрі дәл жаңағыдай, қайталап түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл ойында енді мен шынайы кайф алдым десек болады. Егерде енді геймпадпен және геймпадсыз деп таңдау керек болса, мен әрине бірінші вариант таңдаймын. Геймпад батырмалары кәдімгідей қатпай тез жұмыс жасайды. Айтар мін жоқ. Бір ғана айтарым, қандай ойын ойнасаңыз да телефоныңыздағы не беспокоит режимін қосып ойнағаныңыз дұрыс. Өйткені біреу сізге жазып қалса, ойыннан қалай шығып кеткеніңізді түсінбей де қаласыз. Ойынның оты жанып жатқан кезде сондай болып қалса, жазған адам точно боғау сөз естейін деп тұр. Жалпы қорытындылайтын болсам, бұл геймпад маған өте қатты ұнады. Өйткені бұған дейін мен негізі смартфонмен көп ойын ойнамайтын едім, бірақ бұл геймпад қалай қолға түсті, Call of Duty-ге кіріп, қазір шыға алмай жүрмін. Жалпы барлық факторларды есептеп баға беретін болсам, 10-нан 9 дейтін баға бере аламын. Неге 10 емес, өйткені мына жердегі силикондар негізі тегіс емес, қорапта көрсетілгендей қылып істелсе, негізі настройка жасау процесі кішкене ыңғайлырақ болар еді деп ойлаймын. Так, жалпы бұл қалған жағынан бәрі өте керемет. Бұл геймпад ойында тек ыңғайлы ғана емес, оның үстіне жеңілді қылатын сияқты. Мысалға, мен ойнаған кезде
геймпадпен ойнаған кезде жеңісім көбірек болатын сияқты шынымен, өйткені шын мәнінде де өте қолға ыңғайлы қылып істелген. Сөз соңына бұл геймпадты сіздерге обзор жасауға мүмкіндік беріп отқан мобильный рай дүкеніне алғысымды білдіргім келеді. Әзірше осы. Видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Келесі обзорларда көріскенше.